постмодерндік мүсінді ұрлау үшін тонаудың әрбір қадамын жоспарлағаннан кейін Қасқыр мен оның командасы ақыры ұйықтап қалады. Келесі күні таңертең оянғанда олар бірдеңе жоспарланғандай болмағанын түсінеді. Бірақ өткен түнде болған оқиғаның ешқайсысын есіне түсіре алмайды. Жылан төбеден қалай түсуге болатынын білуге тырысып жатқанда, акула оның сайқымазақ костюміне қалай түскеніне таң қалады. Қасқырға досы пиранха қоңырау шалып, оның ұсталғанын біледі. Акула мен жылан жоғалған досын табу үшін көшеде қалған дөңгелектердің ізімен бірден жолға шығады. Осы уақытта Қасқыр мен Вебс мұражайға кіріп, не болып жатқанын көру үшін қауіпсіздік жүйесін бұзады. Алдыңғы түнде камералар түсірген кадрларды қараңыз. Олар мұражай дәліздерінен өтіп бара жатқанда, оларды екі күзетші байқап қалады да, асығыс шығу жолын іздеуге тура келеді. Олар есікке жақындаған кезде екеуін де қоршап алады. Ал күзетшілер оларды ұстап алмақ болған кезде, Вебс мұражайдағы шамдарды сөндіріп, Қасқырдың қашып кетуіне жеткілікті уақыт алады. Көшеде қашқындар команданың қалған мүшелерімен кездеседі. Ал жылан достарын аллеяда тұрған пиранханың көлігіне апарады. Кенеттен топ жүк салғыштың соғылғанын естиді. Содан кейін бірден Скали көліктен түседі. Осы кезде ешкі акуламен бетпе-бет келіп, оның сайқымазақ костюмінен шошып кетеді. Бұл оның есінен танып қалуына себеп болады. Көшбасшы Бодес Босайстың кеудесінде қалып қойғанын түсінген Қасқыр пиранханы Скалидің бандасы басып алды деп күдіктене бастайды, және олармен байланысып ұсыныс жасайды. Пікір алмасу. Алайына келген Қасқыр мен оның достары Босай Боденің пиранханың қайда екенін білмейтінін біліп, үйлеріне қайтуға бел буады. Баспанаға келген соң, барлығы өз командасының бір мүшесінің жоғалып кеткеніне қайғырып жатқанда, акула құсып жатыр. Осы кезде барлығы пиранханың осы уақыт бойы досының асқазанында болғанын біледі. Өйткені ол туған күніне арналған ұтыс ойынының нысанасына айналды. Өткен жылы ол достарының туған күнін ұмытып кеткеніне қатты ренжіді. Сондықтан команда биыл тосын сый жасауды ұйғарды. Қасқыр мен қалғандары той жасап жатқанда, тонау пиранханы үйден аулақ ұстауға сылтау ғана болды. Алайда, туған күннің баласы жоспарланғаннан ертерек келді. Ал акуланың қатты қобалжығаны сонша, ол кездейсоқ досын жұтып қойды. Кейінірек олар пиранханың сүйікті тағамы маринадталған майшабақ құмырасын ашқанда, команда тамақтан уланып, уақытша есте сақтау қабілетінен айырылды. Кеш ол қалағандай өтпесе де, пиранха достарына туған күнін еске алғаны үшін алғыс айтады, және олар ең жақсы команда екенін айтады. Келесі күні қызықсыз түскі ас кезінде 5 дос ұрылар сайысын өткізуді ұйғарады. Мұнда бірінші тапсырма ешбір қылмыс жасамай 12 сағат ұстау болып табылады. Жарысты одан да қызықты ету үшін судья Вебс жеңімпазға сыйлық тағайындайды, және күннің соңына дейін ешқандай қылмыс жасамай аман қалған адам көшетінін айтады. Бұл үйдегі ең үлкен бөлме. Келесі 15 минут ішінде команданың әрбір мүшесі оның ақыл ойын бос ұстап, қылмыс жасау туралы ойларынан алшақтататын әрекетті іздеуге кіріседі. Бірақ жылан екпінін баса алмай, өзін ағаш арқалыққа байлауды шешеді. Алайда, бұл стратегияның өзі жыланды ұстай алмайды. Тіпті төбеге байланып қалса да, ол терезеден сығып үлгереді де, бір күндегі алғашқы ұрлығын жасау үшін сыртқа сырғып шығады. Біраз уақыттан кейін жылан жаңа ғана ұрлап алған бір қорап кәмпитін алып үйіне оралып, достарын да солай етуге шақырады. Қоршаған ортаның оны алаңдатып отырғанын түсінгенде, Қасқыр серуендеуге бел буады. Ал акула онымен бірге болуды шешеді. Серуендеп жүргенде, Қасқыр өзі жақсы көретін ұрлықтарды жасаудың сансыз мүмкіндіктеріне тап болады. Сондықтан ол акуладан корпоративтік компанияда қалай жұмыс істегені туралы әңгімелермен оның назарын аударуын сұрайды. Әлем жарыстың аяқталуын күтіп, пиранха қылмыс жасауға азғырылмау үшін ұйықтап, күні бойы ұйықтауды шешеді. Алайда, жарыстан шеттетілгеннен кейін көп ұзамай жылан досын оятып, оны 12 сағаттық жарыстың аяқталғанына сендіреді. Мұны естіген пиранха өзінің жеңісіне қуанып, тойлауға кетеді. Бірақ бірнеше минуттан кейін ол бірнеше қап қолма-қол ақшамен оралады. Дәл осы сәтте ол торға түсіп, ең жақсы болу мүмкіндігін жіберіп алғанын түсінеді. Бөлме, өйткені ол жыланның тұзағына түсіп қалды. Енді жарыс тек көше ортасында қызу қуғынға түскен акула мен Қасқырдың арасында өтеді. Қасқыр өткір тісті досын қылмыс жасауға көндіруге тырысқаннан кейін, оны жеп қоймас үшін қашып кетуге мәжбүр болды, және қызыл шамға мініп кетті. Осылайша, Қасқыр жол ережесін бұзып, жарыста жеңіліп қалады. Дәл сол сияқты тырысып жатқан акула сияқты бандасының жетекшісін жеп қой. Бұл күнді ешкім қылмыс жасамай өткізе алмағандықтан, жарыс аяқталды, және Вебс ең үлкен бөлмені басынан бастап жоспарлағандай алады. Келесі түнде олардың қандайда бір ірі тонау жасағандарына көп уақыт өткендіктен, банда баға жетпес құнды ежелгі тұмарды ұрлау үшін мұражайға кіріп, кездейсоқ ежелгі Қасқырды одан босатады. Бұл криогендік ұйқы. Олар білмей, Қасқыр мен оның достарының артынан Талия келеді, және олар аңды тамақтандырғаннан кейін оны өз командасына алуға тырысады. Алайда, далалық дайындықтың бірінші күнінен кейін көп ұзамай ұрылар команданың жаңа мүшесінің қылмысқа таланты жоқ екенін түсінеді. Талия тонауды бұзып қана қоймай, ақшасын желге лақтырып, аш болған кезде басқалардың өміріне қауіп төндіреді. Бұған тап болған Вебс Қасқырды командадан шығаруды ұсынады.
бірақ қасқыр достарын жануарларына сәл шыдамды болуға сендіреді. Ата-баба ол әлі де көп нәрсені үйренуі керек деп санайды. Талияға тағы бір мүмкіндік беруге бел буған қасқыр оны тағы бірнеше өнер туындыларын ұрлау үшін мұражайға апаруға бел буады. Бірақ қасқырдың ол жаққа бұрын алып кеткендерін қайтару үшін барғанын білгенде таң қалады. Осы кезде Жаман бала фильмінің жетекшісі Талияның оқиғасын баяндайтын жартастағы суреттерге қарап, оның ата-бабасының қылмыспен күресуші болғанын анықтайды. Қасқыр полицияға берілмеу үшін дереу қашып кетеді және оны құтқару үшін дәл уақытында келген достары құтқарады. Қашып бара жатқанда қасқыр серігінің ескертулерін елемегені үшін кешірім сұрайды. Ал акула Гарри станциясына барады. Жаман жігіттерге қауіп төніп тұрғанын түсінгенде, полиция қызметкері араласуға бел буады және Талияны тыныштандырады. Ол көп ұзамай өзін күзетшімен сәйкестендіреді. Осы кезде екі қылмыскердің арасында үлкен достық орнап, қасқыр ата-бабасымен қоштасып, олардың бір-біріне әртүрлі әлемдерге толығымен тиесілі екенін түсінеді. Белінен құтылудан жеңілдеп, қылмыскерлер үйлеріне қайтады. Ал жолда анасы жыланға телефон соғады. Толқып тұрған Серпентина оған үйлену тойының белгіленгенін хабарлайды және ұлынан келесі күні болатын салтанатқа қатысуын сұрайды. Анасының шындықты айтып тұрғанын білуге тырысып, жылан досынан сұрайды. Оны өзіне апарыңыз да, Уигглсворт мырзаның өгей әкесі болатынын білгенде шошып кетіңіз. Шындығында, олар бұл қартты соңғы рет көргенде, олардың барлық ақшалары жаман адамдардан ұрланып, түрмеге жіберілді. Сондықтан, кек алу үшін шөлдеген жылан мен оның достары бұл тойды тоқтату үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға бел буып, тонауды сахналады. Уигглсвортты қамауға алу үшін күндіз. Ер адам бір-екі неке сақинасын ұрлау үшін зергерлік дүкенге кіріп бара жатқанда, жылан мен оның достары полицияға хабарласып, тонау туралы арыз жазып жатыр. Көп ұзамай дабыл қағылып, банда қашып, Уигглсвортты жалғыз қалдырды. Жылан өгей әкесінің қамауға алынғаны туралы хабарды жарияламақ болған кезде, Уигглсворт алдыңғы есіктен кіріп, полициядан қашып үлгергенін айтады. Сол кезде Серпентина ұлының Уигглсворттан құтылуға тырысып жатқанын түсініп, Уэбстен баспалдақпен көтерілуге көмектесуін сұрайды. Бұл рәсім қалыңдықпен оның келіншегі кешке дайындалып жатқанда, жылан мен акула Уигглсвортты үйлену тойынан бас тартуға көндіру үшін жаңа жоспарлар ойлап табуда. Бірақ ол әлі күнге дейін Серпентинге деген сүйіспеншілігінде Шарк жеке детективтің кейпіне еніп, жыланның қалыңдықты әйгілі сиқыршымен алдап жүргенін айтады. Бұл жаңалықты естіген Уигглсворт шарасыздыққа бой алдырады және сүйіктісіне өзінің дұрыстығын дәлелдеу үшін өте қауіпті қулық жасауға бел буады. Анасының жылап жатқанын алғаш көргенде, жылан оның Уигглсвортқа деген шынайы сезімі бар екенін түсініп, олардың некесін бұзуға тырысқанына өкіне бастайды. Өгей әкесінің арқанмен жүріп, өз өмірін қатерге тігуіне жол бермеу үшін жылан мен оның достары ғимаратқа көтеріле бастайды. Бірақ олар уақытында жете алмайды. Жоғары волтты сымдармен жүріп келе жатқанда, ер адам апатқа ұшырап, құлап бара жатқанда, оны жылан құтқарып қалды. Алайда, Уигглсворт бұқаралық ақпарат құралдарының қошеметіне бөленіп жатқанда, жаман адамдар жыланның оған үйленуді ешқашан жоспарламағанын біледі. Үйлену тойының бүкіл оқиғасы банды жаңа ғана Пума шабуылдаған баспанасынан қуып шығарудың айласы ғана болды. Вольфтың бұрынғы тәлімгері, ол өзінің өлімін жасырмас бұрын жасырған алтынын алу үшін сол жерге барғанын, бірақ зұлым адамдар қойманы тауып, оның барлық дерлік алтын құймаларын жұмсағанын білгенін түсіндіреді. Кугуардың айтуынша, оның қоймасында 50 миллиард долларға тең ақша болған және бұл ақшаны оның өлімін жоққа шығармай қайтару үшін ол банданы баспанадан аулақ ұстау миссиясы болған жыланға жомарт төлем беруге уәде берген. Күні бойы Кугуардың өз өлімін қолдан жасауының себебі, ол осы алтынның барлығын бұрынғы қылмыс серіктестерімен бөліскісі келмеді. Бірақ ол ұзақ уақыт бойы жасыра алмайтынын түсінгенде, ол өз ойын өзгертті. Алайда, қазір алтынның бәрі жұмсалғандықтан, қасқыр мен оның достары қиындыққа тап болды. Өйткені Пума кіретін банда олардың барлығын бұрыннан біледі. Бұл қатыгез қылмыскерлердің ізіне түсуіне жол бермеу үшін зұлым адамдар Кугарға ең қауіпсіз және ең құнды қылмыстық банк болып табылатын Ара Коферге кіруге көмектесу керек. Кугардың айтуынша, бұл қойма үнемі ауада болатын ұшақтың ішінде орналасқан. Ол автопилотта жұмыс істейді және бортында өте құнды сұйық платина контейнері бар. Мұны естіген қасқыр мен оның достары бірде-бір ұры ұрлай алмаған нәрсені ұрлау идеясына қатты қуанып, қиындықты қабылдауға шешім қабылдады. Реактивті пакеттердің көмегімен топ ұшақтарды айналып өтіп, антенналарды орнатады. Осылайша Уэбс автопилотты бұза алады. Эрауда 3 сейф бар және тек біреуінде құнды жүк бар болғандықтан, команда сұйық платина іздеу үшін буға бөлінеді. Ақыры іздегенін тапқанда, Пума қасқырды өзімен бірге қашуға шақырады және қалған екі ұшақты теңізде апатқа ұшырау үшін бағдарламалағанын айтады. Достарының өміріне қауіп төніп тұрғанын түсінген қасқыр олардың артынан бару үшін бірден ұшақтан шығып кетеді де, Пума өзінің ескі экипажының соңынан ерді деп өтірік айтқанын біледі. Шындық мынада, Пума жоғалтқан ақшасын қайтару үшін жаман жігіттің көмегіне мұқтаж болды. Сондықтан ол бұл оқиғаны толығымен ойлап тапты. Олар сөйлесіп жатқанда, 5 дос мұхитқа жақындап келе жатқанын түсінеді.
Сондықтан олар бірнеше өнеркәсіптік заттарды пайдаланады. Сағыз, оларға қауіпсіз қонуға мүмкіндік беретін үлкен көпіршікті үрлеу үшін. Үйге келген соң қасқыр жыл сайынғы құтқару шеруі басталғалы жатқанын есіне алады. Яғни барлық қала күзетшілері мен полицейлері мерекеден ләззат алып, алаңдап кетеді. Бұл жақсы, ескі үлгідегі банк тонауынан құтылудың тамаша мүмкіндігі. Бірақ қылмыс жасалған кезде бетперде киген қарақшылар тобы қаржы институтына басып кіріп, тонау туралы хабарлайды. Өзін қасқыр бандасының мүшесімін деп таныстырған алаяқтар барлығына ғимараттан шығуды бұйырады. Бірақ көп ұзамай олар нағыз жаман жігіттермен бетпе-бет келгенін біледі. Олар бұл жігіттердің жанкүйерлері болса да, Джефф пен оның достары тонаудан бас тартады. Сондықтан қасқыр ынтымақтастықты ұсынады және олар олжаны 50-ден 50-ге дейін бөлуге болатынын айтады. Жаңадан келгендерге сәтті тонаудың бірнеше ережелерін үйреткеннен кейін қылмыскерлер қоймаға кіріп, ақшаны ұрлап үлгереді, бірақ полицияның қоршауында қалады. Бұл кезде екі команда бір-бірінен алшақтап кетті. Өйткені олар билікті ізінен түсіру үшін екі жаққа бөлінуді жоспарлап отыр. Алайда, олар қашып кетпекші болған кезде қасқыр мен оның достарына опасыздық жасалады. Өйткені Джефф пен оның тобы оларды қоймаға қамап қоюды шешеді. Енді олар қаланың ең танымал қылмыскерлерінен сабақ алу мүмкіндігіне ие болған соң, Джефф, Кайхун және Кэф оларды қолға түсіруді жоспарлап отыр. Қылмыс әлемінде өз орнын алу үшін қамауға алынды. Алайда, Гарри мен басқа полицейлер оларды қуып жетпес бұрын пиранха есікті бұзу үшін өзінің керемет күшін пайдаланады. Ал қасқыр сатқындардың артынан бару үшін полиция көлігін ұрлап кетеді. Қуған кезде Кайхун зұлымы адамдарды шексіз аллеяға апарады және оларды жеңу үшін Кефтің күшіне сүйенеді. Бұл жігіттер түсінбейтін нәрсе, ол ашуланған кезде пиранхада керемет күшті және жеңілмейтін болып қалады. Үш қарсыласын жалғыз жеңгеннен кейін Рыбка жеңісті достарымен бірге тойлайды. Ал жаман балалар аймақтағы ең қауіпті қылмыскерлердің арасынан өз орнын қалпына келтіреді. Кайхун олардың қашып бара жатқан көлігін ұрлап кете жаздағаннан кейін банда қаланы бақылау үшін қауіпсіздік жүйесін қылмыс жасаған кезде көлік құралын құруға шешім қабылдады. Беверли ақыры дайын болған кезде Уэбб жасанды интеллекті сынауға шешім қабылдады және оның операциялық жүйесі қашып бара жатқан көлікті өздігінен басқара алатынын мақтанышпен анықтады. Беверли тонау кезінде конверттелетін көліктің ұрланбауын қамтамасыз етумен қатар, ол қаладағы жол қозғалысының тарихын ең жақсы маршруттарды, қашу жолдарын белгілеу үшін пайдаланады. Бұл Вольф пен оның бандасының әрқашан полициядан қашып құтылуын қамтамасыз етеді. Оның жасанды интеллектінің тым жылдам дамып келе жатқанын байқаған Уэбб интернетке кіруді шектеуге шешім қабылдады. Өйткені ол Беверли ақырында өз өмірін бастауы мүмкін деп күдіктенеді. Осы шектеулерге қарамастан, Беверли өз жұмысын үлгілі түрде жалғастыруда және түнгі үкілердің бірі көлікті айдап әкетпек болғанда жасанды интеллект әрекет ете бастайды. Электр тогының соғуын пайдаланып, ол үкіді көлігінен лақтырып жібереді және барған сайын Уэббтің сеніміне ие болады. Бірте-бірте бағдарламалық қамтамасыз ету команданың маңызды мүшесіне айналуда. Бірақ осылайша ол жеткізу қолданбалары арқылы кешкі асқа тапсырыс беру сияқты кішігірім тапсырмаларды орындай бастайды. Өзіне лайық деп санайтын мойындауды алмағанына ренжіген Беверли бүлік шығарып, кек алу жоспарын жүзеге асыру үшін түн ортасында үйінен жасырын шығып кетті. Таңертең олар теледидарды қосқанда, зұлымы адамдар өздерінің суперинтеллектуалды машиналар тобы бар екенін біледі. Көліктер қаланы бүлдіріп жатыр. Олар Беверлиді тоқтатудың жолын іздеп жатқанда, Уэбб оның жасанды интеллектінің интернетке қосылғанын анықтады. Ал жылан оны мойындады. Бірнеше күн бұрын мен оған Wi-Fi құпия сөзін бердім. Беверли мен басқа көліктер арасындағы байланысты қалай өшіру керектігін де білмей, Уэбб өз командасынан оған жақындауға көмектесуін сұрайды. Және ол конверттелетін көлікке мінген бойда тарантула жүйені бұзады. Осы кезде ол осы көлікті басқару үшін AI командаларын блоктайды. Бірақ Беверли басқа көліктерді басқаруды жалғастыруда. Сондықтан Уэбб Беверли империясының өмір сүруін тоқтатудың жалғыз жолы қаланың интернет желісін өшіру деген қорытындыға келді. Өрмекші өз жоспарын жүзеге асыра алатынына көз жеткізу үшін пиранха мен жылан көліктерге шабуыл жасап, ақыры тұтқынға түседі. Ал қасқыр торды қаланың арғы бетіне апарады. Алайда таратқыш Nivea Black and White надежно защищает от пота и запаха, не оставляя пятен на одежде и не повреждая ткань. Сделано в Европе. Upon arriving, тарантула өзінің ең үлкен туындысын жоймауға шешім қабылдайды және Беверлимен бейбіт келісімге келеді. Ол оның виртуалды көмекшісі болуға келіседі. Ордағы көмекші келесі аптада Голливудтың ең ұлы жұлдыздарының бірі Ванна Ти өзінің соңғы фильміндегі ерекше рөлі үшін марапатқа ие болады. Және марапат туралы білгеннен кейін зұлым адамдар кубокты ұрлауды шешеді. Пиранха жүргізушіге шабуыл жасағаннан кейін қасқыр лимузинге кіріп, актрисаны мінгізеді. Ал акула киімін ауыстырып, Ваннаның киім ауыстыратын бөлмесіне кіріп кетеді. Алтын шаянды тапқаннан кейін акула айнадағы шағылысына қарап, Ванна екеуі 1 сағат бойы бірге жаттығып жатқан күнін есіне алады. Ол шынымен де ойнағысы келетін рөлге кастингтен өтті. Ол кезде екеуі де өте жас еді және бір нәрсені армандады. Бірақ Шарк актерлік мансабында алға жылжи алмады және Ваннаны оған саботаж жасады деп айыптады. Шарк бұрынғы досы оны бүлінген тағаммен улады деп есептейді. Сондықтан ол кастингтен өте алмады. Енді жылдар өткен соң Шарктың кек алу мүмкіндігі бар және Ванна салған мансапты бұзу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға дайын. Сонымен сол күні түстен кейін
Актриса басты рөлді сомдаған жаңа фильмнің бір көрінісін түсіріп жатқанда, Шарк бүгінгі күнге дейін өзінің ең нашар өнерін көрсетіп, түсірілім алаңын жалмап кете бастады. Жылан мен пиранха акуланы ұрсып жатқанда, ол өзінің бетпердесін ашып, достары оны тоқтатуға тырысса, бүкіл операцияны тоқтатамын деп қорқытады. Экипажымен байланысын үзгеннен кейін, үлкен жігіт ірімшік құймағын жеп, оны құса бастайды. Өйткені ол ваннаны басқалар сияқты әйгілі етуді жоспарлап отыр. Ол бірнеше жыл бұрын осылай болған. Осы кезде Шарк өзінің кек алуын аяқтағанын сезіп, киім ауыстыратын бөлмеге қайта оралады. Ол жерден оны көргеніне қатты қуанған бұрынғы әріптесін тауып алады. Оны қайта көргенде, Шарк актрисаны Голливуд жұлдызы болу мүмкіндігін жойды деп айыптайды. Және бұл оның спектакль кезінде өзін нашар сезінгенін айтты. Бұл айыпты естігенде, Ванна абдырап қалды. Өйткені ол тыңдаулар басталғанға дейін Шарктың ештеңе істемеуін талап еткенін анығы есіне алады. Осы кезде Шарктың жады тазарып, сол күні досының ескертулерін елемегенін есіне алды. Акула бірден кінәсін сезініп, Ваннаның мансабына саботаж жасау жоспарын ашты. Өз қателігін түзетуге тырысып, Акула режиссердің артынан Ваннаның жағдайы нашар болған кадрларды алу үшін барады және суреттер салынған флеш-дискіні жою үшін бандасының көмегіне жүгінеді. Сол күні түстен кейін Ванна теледидардан сұхбат алып, оны алтын шаянымен бірге қашып кеткен жаман жігіттер ұстап алғанын айтқан кезде, одан да танымал болады. Демалыс күндері Вулф пен оның бандасы бұрын соңды болмаған қылмыс жасауға бел буып, брондалған жүк көлігіне шабуыл жасау үшін буктурмаға түсті. Алайда, жылан қойманы ақырында ашып үлгергенде, операцияны тананың пайда болуы тоқтатады. Ол банда мүшелерін ұстау үшін транквилизаторлық дарттарды қолдануға тырысады. Уэббс бірден көлікті бұзып, әйелден жасырынуға тырысып, қашып кетеді. Бірақ тана оның артынан бару үшін көлігін алады. Олар, бақытымызға орай, кек алушы қуғын сүргін кезінде алаңдап, жаман жігіттерге жасырынуға мүмкіндік береді. Алайда, қылмыскерлер қашып құтылдық деп сеніп, жеңіл күрсініп жатқанда, тана пайда болады. Ал пиранха соққыға жығылады. Досының қозғалмайтынын көрген қасқыр оны ұстап алу үшін жүгіреді. Ал бүкіл команда қашып үлгереді. Бірақ олар құр қол кетіп қалады. Тана ақша салынған сөмкені алғаннан кейін, оны бронды машинаның жүргізушісіне қайтарады. Және барлық газеттерде қаланың ең жаңа кек алушысы ретінде шығады. Сол түні зұлым адамдар көпшілік алдында қорланды, сондықтан қасқыр өзінің беделін қалпына келтіру үшін қылмысқа қарсы күрес басқармасынан көмек сұрауға шешім қабылдады. Мылқау ешкілермен және түнгі үкілермен кездесу кезінде қасқыр тананың құрметіне ашылатын мүсінді ұрлау жоспарын ойластырады. Үкілер ауа қақпағын қамтамасыз етіп жатқанда, Шарк ескерткіштің айналасына орнатылған барлық қауіпсіздік сенсорларын өшіру үшін өзін қауіпсіздік инспекторы ретінде көрсетеді. Бұл арада Скали мен оның бандасы тананың назарын аударып, оны ашылған жерінен алыстату керек. Алайда, бірнеше минут қуғаннан кейін, ешкі мотоциклден құлап, поездың астына түсіп кете жаздады. Өкілердің бірі оны құтқару үшін келгенде, ол транквилизатор таблеткасын ішеді. Ол қаланың үстінен ұшып бара жатқанда, Скали кездейсоқ тананың мүсіншесінің ұрланғанын айтып, қырағы адамның дабылын тудырды. Бұл кезде қасқыр мен оның экипажы әлі де кәрізде. Ескерткішті ұрлау үшін еденнен шұңқыр қазуға тырысып жатыр. Және олар тонауды тоқтатуға үлгерді. Күзетші келгенше санаулы секундтар қалды. Содан кейін жаман жігіттер жасырынған жерінде басқа бандалармен кездесіп, тананың келесі қадамын күтеді. Кейінірек, олар теледидарды қосқанда, қылмыскерлер қырағы адамның ұрлық туралы мәлімдемесін көріп, қарсыласының әрқашан олардан 2 қадам алда екенін түсінеді. Шындық мынада, тана қылмыскерлер оның мүсіншесін ұрламақ болады деп алдын ала болжаған. Сондықтан ол тұзақ құрған. Қашықтан басқару пультін пайдаланып, ол тыныштандыратын газ ағынын шығарып, 3 топты бір уақытта иммобилизациялайды. Осылайша, тана мүсін шығаратын GPS сигналын бақылай алады. Және осылайша ол қаладағы ең ірі қылмыскерлерді бірден жоюға кіріседі. Ол барлық ұрыларды түрмеге жіберіп, көшелерді қылмыскерлерден тазартқаннан кейін, губернатор тананы марапаттап, оған толық қозғалыс еркіндігін, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету өкілеттіктерін береді. Қылмыс жойылғаннан кейін, барлық күзетшілер мен полиция қызметкерлері жұмыстан шығарылып, олардың орнына әр ауданды күзететін роботтар ауыстырылады. Олар камерасына кірген бойда, жаман балалар ол жерден қалай шығу керектігін ойлай бастайды. Бірақ Уэбб бұл жолы оның компьютері құлыптаулы болғандықтан, ол көмектесе алмайтынын айтады. Тәркіленді. Осы кезде жылан әрекетке кіріседі және қысқа келіссөздерден кейін өрмекші досының ноутбугын алып кетеді. Уэбб камераның есігін ашқан бойда, пиранха робот күзетшісін бір соққымен қағып жібереді. Ал команда өрмекшіге басқа көліктерге түсіп қалмас үшін командалық пунктке қашуға мәжбүр болады. Оған жаман жігіттің қашып кеткені туралы хабарланған кезде, тана роботының параметрлерін өзгертіп, оларды одан да қауіпті етеді. Қаладан кетіп, өзінің қылмыстық империясын қалпына келтіру керек пе, жоқ па, соны шешуге тырысқанда, қасқыр мен оның серіктері қоршауға түседі. Алайда, олар қайтадан қамауға алынғалы жатқанда, оларды құтқару үшін жергілікті жаңалықтардың жүргізушісі Тифани пайда болады. Олардың қашып кетуі кезінде журналист тананың қалада өзінің озбырлығын тудырып жатқанын және тыйым салынған деп саналатын нәрселер үшін ұсталған кез келген адамды, мысалы, сағыз шайнағаны немесе кеш отырғаны үшін жазалай бастағанын түсіндіреді. Мұны естіген қасқыр қалада қалып, тұрғындарды тананың озбырлығынан босатуға бел буады. Сол түні акула мен пиранха барлық басқа қылмыскерлерді босату үшін
түрмеге баса көктеп кірді. Ал қала тарихында алғаш рет қылмыскерлер мен заңға бағынатын азаматтар ортақ мақсат үшін бірігуге шешім қабылдады. Барлық азаматтардың жоспары Тананың озбыр үкіметін құлату және осы мақсатқа жету үшін олар хаос тудыруға шешім қабылдады. Жүздеген адамдардың бір уақытта ережелерді бұзып жатқанын көрген робот полицейлер абдырап, ақырында жүйенің бұзылуынан зардап шегеді. Ақырында ол жаман жігіттерді тапқанда, Тана роботтарына оларды ұстап алуды бұйырады. Бірақ ол өзі жасаған көліктердің нысанасына айналады. Тананың қоқыстарды жерге шашып жатқанын көрген роботтар өз бағдарламаларын орындап, әйелді түрмеге апарады. Қала озбыр режимнен азат етілгеннен кейін зұлымдарды батыр деп жариялайды. Тіпті мұражайда оларға құрмет көрсетіледі. Осы жеңісті тойлау үшін Қасқыр және оның достары өздерінің қылмыстық мұраларын жалғастыра отырып, тағы бір тонауды жоспарлап отыр.